Балабақшаға арналған ата-аналар тренингіне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балаларды жақсы көретін ата-ана. Тақырыптың мақсаты, бұл тақырыптың мақсаты ата-аналарды балаға деген махаббатын, түсінігін арттыру, баламен дұрыс қарым-қатынас орнату, ата-аналық жауапкершілікті сезіндіру мақсаты тренингіміздің. Қызғанып қаламыз енді соған енді айтайын ба? Жаңағы өмірде не тәтті нәрсе, жаңағы немере тәтті дейді. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен осы балабақшадағы Өмірқұл баланың мамасымын. Балдырған ортаңғы тобындағы менің қызымның ерекше бір қабілетінің бірі ол пысық. Үйде де пысық, балабақшада да сондай шығар деп ойлаймын. Қамқор бауырларына және маған үнемі көмектескіш. Саламатсыздар ма? Мен ең мамасымын. Менің қызым ақылды. Саламатсыздар ма? Менің есімім Балнұр. Мен бұл садикте Айша мен Анаттың мамасы боламын. Айшатайым өте пысық, ақылды, жанашыр, ал Анат бұзық, бауырмашыл, қамқор ол. Саламатсыздар ма? Мен осы балабақшада Балбөбек тобында Бақтияр Аянамен, Балауса тобында Бақтияр Айханның мамасымын. Үлкен қызым Айханым ол ақылды, кәдімгі зерек, бір айтсаң тез ұғып, активный былайша айтқанда. Ал екінші қызым кішкене қырсықтау, ерке. Мен осы жерде сезіммен берген мамасымын. Менің қыздарым ақылды, пысық, тәрбиелі, өнерлі, білімді. Менің есімім Бақыта, мен Айзияның мамасымын. Менің қызым жүрегі таза, мейірімді. Менің есімім Райана, мен Ерғалидің әпкесі боламын. Ерғали өте ақылды, жақсы, өте жақсы. Бала? Менің есімім Ағаша, мен Абылайхан, ұлымның аты Абылайхан. Менің балам өте мейірімді, ақылды. Менің есімім Құттық болады. Мен Байтөренің әжесі боламын. Байтөрен молодец. Жүрде не көреді, бәрін айтып барады. Жақсы. Бұл шеңбердің, жыл шеңберіміздің маңызы, несі маңызы ата-ананың баласына деген ішкі сезімді ояту екен. Рахмет ата-аналар. жаймен көзімізді ашып, қай кезде қуанғаныңыз есіңізге түсті? Бала кезде. Өзіңіздің бала кезіңізді еске түсірдіңіз, апа. Соңғы рет бала болып қай кезде қуандыңыз? Мектепке барғанда. Ата-анамыз жұмыстан келген кезде барлығымыз бір дастарханның басында үйде отырған кезде ең қуанышты кез ғой. Менің өзім көз алдыма сол кезде Азанда оятатын мамам, жүр базарға барам, бір киім әперемін деп сол. Сіздер? мен әжем көп, еркелетіп, мейірімді, ауырсам бірге жылайтын, барсам бірге болатын. Әжемнің мейірімділігі қатты түседі. Сіздер? Каждый туамын келген сайын ерекше қуанып, қонақ келсе, каждый мерекелерде қуанатын екен, үйдегі сыйлық беретін ата-ана, немеден подаркаға сайын қуанып. Сіздер? Отбасымен, бауырлармен, Рахмет. Үлкендерден нені күттіңіздер? Мейрамға сыйлық дейді. Әдемі сөзге. Қазір соны балаларға бере алып жатсыздар ма? артығымен беріп жатырмыз. Ештеңе алмағаннан кейін. Рахмет. Түсіністік пен мейірім. Рахмет, ата-аналар. Үшіншіміз Тоқта, қол шапалақтау, аяқтамасы. Тоқта, аяқпен топылдату аялдамасы.
абай мамаевтың өлеңі оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан іздемей ақ табылар деп, білімді болсаң бәріне жетесің деп. Солай қысқа нұсқа суретпен енді бейнелей алып шамалы біз саған уәде береміз деп түрлі түстен жаздық. Бұл жерде балаларымыздың өмірі осындай түрлі түсті түстер сияқты ашық жарқын болсын, қызықтары көп болсын, күніміз күлімдеп тұр. Бұл жерде қуаныштары әрқашан болсын, күн сияқты күлімдеп. Мына жерде баламызға берген жылулығымыз жүрегімізді қызыл бояп қойдық. Сосын қазіргі күндегі армандары iPhone Pro Max, чупа-чупс, очки, дубайский шоколад солай сақ қойдық. Сосын болашақта зәулім үйлері болсын, астында көліктері болсын, Геленваген деген коттедж үйлері болсын дедік. Болады деп Болады деп. Сіз айтыңыз сол нәрсені қазірден шетелге шыққылар келеді, қазірден Дубайға барайық деп, Құдай қаласа деп айтамыз енді. Жеке соны ырымдап, самолет, Дубай, Таиланд, Америка. жеке ұшақтары Барамыз болып, деп салдыңыздар, иә? Құдай қаласа, не етеміз ба? жеке ұшақтары болып, шетелдің кез келген қаласына беймарал барып жүрейік. Мынау несі қыдыратын пляжымыз Дубайдың. Болып келген Балбөбек балабақшасының әдіскері Ташолпан Оразымбек қызына сөз кезегін беріңіз. Әріптестер, балабақшасының ұжымы және ата-аналар, бүгінгі іс-шара балаларды жақсы көретін ата-аналар атты іс-шарада барлықтарыңыз ойларыңыз өте керемет, дұрыс, балаларға көңіл бөлу, балаларды барынша мейірім беру, балаларды қамқорлық көрсету балаларға деген сияқты өте керемет сөздерді естіп жатырмыз сіздерден. Былай айтқанда көп ата-аналар ондай сөзді бүйтіп ойлана бермейді екен да. Осындай бір тренингтердің негізгі мақсаты ата-аналардың бойынан мейірімділік, осындай балаға деген көп баламен жұмыс жасау керектігін осындай тренингтер арқылы жеткізгіміз келеді балабақша барынша